Армысыз ардақты көрермен, Алматы қаласында халықаралық айбын әскери патриоттық жастар жиынының қалалық іріктеу кезеңі өз бастауын алды. Айбын бұл патриот жастардың басын қосқан ең керемет жобалардың бірі. Батыр Бауыржан Момышұлы атындағы әскери спорттық колледж базасында өткен бұл жарысқа Алматы қаласы мектептерінен 200-ден астам оқушы қатысты. Іс-шараның мақсаты жастардың әскери патриоттық тәрбиесін нығайту, отанға деген сүйіспеншілік пен азаматтық жауапкершіліктерін қалыптастыру болып табылады. Жарыс барысында жастар белтемірге тарту, шалқасынан жатып денені көтеру, арқан тарту, пневматикалық мылтықтан ату, АК-74 автоматын толық емес бөлшектеу және жинақтау, сондай-ақ жалпы әскери қорғаныс жиынтығын кию секілді жаттығулар бойынша өзара бақ сынасты. Құрметті көрермен, айбын сайыстың ең бір қызықты кезеңдерінің бірі ол арқан тарту. Өздеріңіз көріп тұрғандай, Алматы қаласының білекті, жүректі жастары бар күштерін салуда. Жігіттерге тек қана сәттілік тілейміз. Айбын сайысы өз мәресіне жетті. Республикалық байқауда Алматы қаласының намысын Әуезов ауданы 97-ші жалпы білім беретін орта мектептің жалынды жастары қорғайтын болады. Жастарымыз! Айбын!